Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге лотос гүлінің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Оны жасау үшін бізге А4 парақ қажет болады. А4 парақты шашып пішіндес етіп кесіп аламыз. Міне біз қиып алдық. Енді шашып пішінімізді алып, ашып, оны осылай бүктейміз. Содан соң симметриялы етіп бүктейміз. Келесі бетін де дәл осылай бүктейміз. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Ал енді осылай жартылай бүктейміз. Келесі бетін де дәл солай жасаймыз. Ал енді видеода көрсетілгендей етіп, осылай жартылай бүктейміз. Екі бетін де дәл осылай жасаймыз. Содан соң үш бұрыш пішіндес етіп, төрт бетін де осылай жасап шығамыз. Қалған әрекеттердің барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасауға тырысыңыздар.
Осылай қаламның көмегімен ортасын белгілеп аламыз. Төрт бетінде дәл осылай бүктеп шығамыз. Бұл әрекет қиынға соғуы мүмкін. Ал енді сызғышты алып, осылай ортасын қаламның көмегімен белгілеп аламыз. Төрт бетінде дәл осылай белгілеп шығамыз. Міне біз белгілеп болдық. Келесі әрекет қиынға соғуы мүмкін. Мен мұнда үлгі ретінде екі бетін істеп көрсеттім. Дәл видеода көрсетілгенде етіп жасауға тырысыңыздар. Бұл әрекетті жасаған кезде парақтарыңыз жыртылып кетуі мүмкін. Сондықтан да абай болыңыздар. Ал енді лотос гүлінің пішініне сәйкес осылай барлық жағын ашып шығамыз. Осымен біздің лотос гүліміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.